Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 8 сәуір 2025 жыл. Алматыда, ой жақта, Өскеменде бір жерде адамдар ыстықтап жеңіл жейдемен жүр. Жазғы кроссовкамен жүр. Мына Марқакөлде қарды қараңыздар. Міне қандай қар. Мақсат толықпай айтып жатыр ғой. Шекаралық аймақта тұратын адамдардың зейнетақысын 1 жыл, 1,5 жылға санасын деп және еңбегін жасап жатқан. Және де жалақысын 2 есе көтеру керек деп. Соны көтеру керек, себебі мына жақта әлі от жағып жатыр адамдардың бәрі. Күн суық жатқан жоқ, міне еріп жатқан қар жоқ, міне. Көрдіңіздер ме? Сол сұрақты мақсат дұрыстап көтердің ба, ары қарай жеткізу керек. Қалған депутаттардың бәрі қолдап, қоштап, осы шекаралық аймақтарды адамдардың бәрін қолдауымыз керек. Себебі ертең күн шекарамыз босаса, жеріміз босайды, бос жатқан жер жау шақырады. Сондықтан міне 8 сәуір қыс кәдімгі қар, міне 1 метрден артық қар жатыр. Жан-жақ көрініп жатыр ма? Не көрсетші жақында? Жақындатсам былай күшті көрсетші. Не қандай биік. Биік қар деген. Міне аяқтың асты бәрі қар. Міне қыс кәдімгі. Таудың бәрі қарымды. Сол ағайын, жақсы. Мақсаттың айтқанын қолдаймын.